Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 32-ші сабақ әліпби тақырыбын жалғастыратын боламыз. Бірінші жаттығу: оқы, мәтін бөліктерін орнына қой. Өрмекші, құмырсқа, қарлығаш. Балалар, бұл жерде бізде мәтін кітапта осы кішкентай жәндіктердің деп басталған, иә? Ал ретімен қойып оқитын болсақ, онда былай болады. Атасы 10 жасар баласымен далада келе жатты. Ол баласынан сұрады: ана өрмекші не істеп жүр? Өрмек тоқып жүр. Ана құмырсқаны көремісің? Иә, аузында нанның қоқымы бар. Ол жүгіріп кетіп барады. Жоғары қара, аспанда не көрінеді? Жоғарыда қарлығаш ұшып жүр. Аузында тістеген шөбі бар. Сонда атасы: осы кішкентай жәндіктер саған үлгі болсын. Жұмыссыз жүрген бір жан жоқ. Сен де жұмыс жасауға әдеттен, деді. Мәтіннің авторы Ыбырай Алтынсарин. Олай болса балалар, мәтінді ретімен қойып оқып шықтық. Енді мәтінге байланысты берілген сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: атасы баласынан не сұрады? Атасы баласынан ана өрмекші не істеп жүр деп сұрады. Бала оған не деп жауап берді? Бала оған өрмек тоқып жүр деп жауап берді. Мәтін мазмұнын топта талқылаңдар. Балалар, мәтіннің мазмұнын қысқаша түрде былай айтып берейін. Атасы 10 жасар баласымен далада келе жатып, айналадағы жәндіктерге назар аударады. Олар өрмекшінің өрмек тоқып жатқанын, құмырсқаның азық тасып бара жатқанын және қарлығаштың ұясына шөп апарып жүргенін көреді. Атасы осы кішкентай жәндіктердің бәрі тынымсыз еңбек ететінін айтып, баласына үлгі етеді. Ол баласына бос жүрмей, еңбек етуге үйрену керектігін түсіндіреді. Мәтіннің негізгі ойы еңбекқор болу және уақытты босқа өткізбеу. Мінекей балалар, мәтінді қысқаша түрде осылай түсінігін айтсаңыздар болады. Келесі екінші тапсырма: жаңылтпашты тыңдап жадқа жаз. Ұғымпаз бала болар дана, ұғымсыз бала қалар шала. Олай болса балалар, жұмыс дәптерлеріңіздегі екінші жаттығу деген жерге осы жаңылтпашты қатесіз көркем түрде жазып алыңыздар. Үшінші жаттығу: суреттерге қарап, әліпбидің қай кезде қолданылатынын айт. Өзің мысал келтір. Балалар, кітапханада әліпби кітаптарды реттеп орналастыру үшін қолданылады. Кітаптардың аты немесе авторының тегі әліпби бойынша тізіледі. Сондықтан керекті кітапты тез табуға болады. Сонымен қатар оқырмандар да іздеген кітабын әліпби ретімен оңай іздейді. Балалар, әліпби әріптерді үйрену, оқу және жазу кезінде қолданылады. Ал суретте бала кітапханадағы кітаптарды әліпби ретімен қарап тұр. Ал әліпби кітабы әріптерді үйрену үшін қажет бізге. Олай болса балалар, сіздер де кітапханаға барған кезде өздеріңізге қажетті кітапты әліпби ретімен іздеп тауып алсаңыздар, тезірек табады екенсіздер. Олай болса балалар, сабағымызды дәптермен жұмыс жасап аяқтайық. 32-ші сабақ деген жерде Х әріпін қатесіз көркем түрде жазып қоясыздар. Екінші жаттығу деген жерге жаңағы жаңылтпашты жазамыз. Ұғымпаз бала болар дана, ұғымсыз бала қалар шала деген жаңылтпашты жазып қоямыз. Келесі үшінші тапсырма ол: құстардың ұясын әліпби ретімен тауып, меңзермен көрсет дейді. Балалар, бізде аққу бірінші тұрады деп меңзермен көрсеткен екен. Екінші бізде бүркіт тұрады, үшінші көгершін тұрады, төртінші қарға тұрады, бесінші сауысқан тұрады, алтыншы торғай тұрады деп бізде меңзермен көрсеттік. Олай болса, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.
каналымызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпағайсыздар. Сау болыңыздар.